Бәріне сәлем достар, бүгін мен хейтерлер туралы айтатын боламын. Жалпы түсінбей жатқан адамдарға бір-екі рет түсіндіріп өтсем, хейтер деген ол сені жақтырмайтын немесе көре алмайтын шүгілдір ғой қысқасы. Ал бүгінгі видеода мен именно ютубтағы хейтерлер туралы айтатын боламын. Сразу айтып кетейін, бұл видеоны мен хейтерлерді жамандау үшін жасап жатқан жоқпын. Яғни хейтерлердің сенің ютуб арнаңа тигізетін пайдасы туралы айтатын боламын. Ну нахер. Отец. Жалпы хейтерлерді сен кез келген әлеуметтік желілерден таба аласың. Мысалы ютубта. Ал мен ютубер болғандықтан мына ютубтағы хейтерлер туралы айтатын боламын. Жарайды, мысалы сен ютуберсің дерлік. Сен ютубқа видео жүктеп салуың керек. Өйткені сен көрермендерің күтіп отыр. Бірақ сенде видео дайын болмағандықтан саған видео жасау керек болады. Ал сен видеоңды түсіресің, оны монтаждайсың, ақыр аяғында сен оны ютубқа жүктеп саласың. Бірақ ол видеоны сен жай ғана ютубқа сала салмайсың. Өйткені ол видеоны саған ретке шығару керек. Ал ретке шығару үшін ютубта мынандай 5 қағида бар. Ең біріншісі видеоның тақырыбы, екіншісі превью, үшіншісі тегтер, төртіншісі видеоның қызық болуы, ең соңғысы лайк пен комментариялар. Яғни сен видеоңды жасаған кезде адамдар лайк басатындай немесе комментариялар жазатындай қылып жасасаң, сенің видеоң міндетті түрде ретке шығатын болады. Яғни сен видеоңды ютубқа жүктеп салып болғаннан кейін сенің көрермендерің видеоның базар жоқ екенін байқап, саған неше түрлі жылы комментариялар жаудыратын болады. Бірақ бұның барлығы тек қана уақытша болуы мүмкін. Ал ертесіне салған видеоңның комментариясын ашып қарағанда, қаншама еңбекпен жасаған видеоңның хейтке ұшырағанын байқайсың. Ал сенің жүрегің слави болғандықтан ол хейттің барлығын көтере алмай өліп қаласың. Слишком артық кеткен сияқтымын. Жарайды, ары қарай жалғастыратын болсам, жалпы сендерге айтатын кеңесім, хейтерлермен ұрысуға кеңес бермеймін. Өйткені сен популярный ютубер болғандықтан ондай хейттерге мән бермеуді үйренуің қажет. Егер қатты жыныңа тиіп бара жатса, жай ғана комментарияларын оқымай қойып болды, сол да жетеді. Ойбай, арнамда хейтер бар деп мүлде өкінудің қажет жоқ негізінде. Өйткені ютубта хейтерлерден бөлек тұрақты көрермендер деген нәрсе болады. Қысқасы, тұрақты көрермендер деген ол сені турсет жыртылғанша қолдайтын көрермендерің. Соны естен шығармаған жөн. Өйткені тұрақты көрермендер ғана хейтерлерге рет жасайды. Пашти ютубтағы бүкіл проблемаңды шешетін осы тұрақты көрермендер. Сондықтан тұрақты көрермендердің қадірін біліңдер. Ал енді хейтерлердің сенің арнаңа тигізетін пайдасы туралы айтатын болсақ, хейтерлер сенің видеоңның танымал болуына үлкен пайдасын тигізеді. Яғни жоғарыда айтып өткенімдей, лайк пен комментариялар сенің видеоңды ретке шығаруға көмектеседі. Сол себепті әрбір көрермендердің комментариялары, содан кейін тұрақты көрермендерінің комментариялары, ең соңғысы хейтерлердің комментариясының арқасында сен үлкен жетістікке жетесің. Өйткені бәленің бәрін бастайтын осы хейтерлер. Хейтерлердің комментариясын көрген тұрақты көрермендерің хейтерлерге рет жасайды. Содан кейін сенің видеоңның комментариясында үлкен жанжал пайда болғандықтан, YouTube видеоңда активность бар екенін көріп, оны рекомендацияға жібере береді. Соның арқасында сенің видеоң көп қаралым жинауы мүмкін. Сонымен қатар сенің YouTube арнаңда дамуы мүмкін. Қысқасы, бұл сен үшін үлкен жетістік. Енді хейтерлеріңді қалай бағалайтындарың ол өздеріңе байланысты. Ал мен осымен видеомды аяқтаймын. Жалпы маған қызық болып тұрғаны, осы видеодан кейін мен арнамда хейтерлер пайда бола ма екен? Бірақ менің арнамда хейтер пайда болса, мен оған өкінбеймін. Өйткені хейтер менің арнамды дамытуға үлкен пайдасын тигізеді. YouTube жүргізіп келе жатқаннан бері арнамда бірде-бір хейтерді кездестірген емеспін. Жарайды, онда мен осымен видеомды аяқтаймын. Айтпақшы, каналға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Осы видеоға лайк басуды және де комментария жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сонымен қатар колокольчикті де басуды ұмытып кетпеңіздер. Менің тұрақты көрермендерім, жарайды, қош сау болыңыздар.